Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң оқушылар. Қазіргі болатын сабағымыз әдебиеттік оқу 10-шы сабақ. Оқушылар, оқулығымыздың 28-ші және 29-ші бетін ашып дайындала қойыңдар. Бүгінгі танысатын жаңа тақырыбымыз «Сен ұйықтап жатқанда». Авторы Бердібек Соқпақбаев. Және екінші өлеңмен танысамыз, «Таң» деген. Бұл өлеңнің авторы Ертай Ашықбаев. Оқушылар, оқулығымыздың 28-ші бетіне назар аударамыз. Одан соң бірінші тапсырмаға қарай қойыңдар. Ауыл таңы, қала таңы. Осы екі тақырыпқа қандай сурет салар едің? Және өз ойыңды жеткізе қой. Ауыл таңы қандай болады, ал қала таңы қандай болады? Оқушылар, екінші тапсырмаға назар аударамыз. Сен ұйықтап жатқанда. Бірінші бөлім. Сағат түнгі 12 болып қалды. Жұрт аяғы басылды. Алдымыздағы көшемен ең соңғы трамвай өтіп барады. Вагонда 3-4 адам көрінеді. Күндізгі қаптап жүрген трамвай, троллейбус, автобустар қайда қазір? Олардың әрқайсысының арнаулы тұрағы, демалуға жайғасатын орны бар. Олар сонда жиналады. Мұнда түні бойы ұйықтамай қызмет ететін адамдар бар. Олар әлгі машинелерді таңертеңгі сапарға әзірлейді. Күндіз бүлінген жерлер болса жөндейді. Іші сыртын сүртіп, еденін жуып тазалайды. Таңертең троллейбус, трамвай, автобустар тап-таза болып жарқырап шығады. Екінші бөлім, оқушылар, тыңдай қойыңдар. Бүйірінде жедел жәрдем деген жазуы бар машине қақпадан шығып келеді. Әне, жоғары қарай бұрылып зырлап ала жөнелді. Әлде біреу аяқ астынан қатты ауырып қалған болар. Жедел жәрдем оны тез арада ауруханаға жеткізеді. Онда ұзақ түнде көз ілмей адамды ажалдан арашалайтын кезекші дәрігерлер бар. Қалада бірнеше жедел жәрдем станциясы бар. Олар да жұмыс жасап, күндіз түні бірдей қызу жүріп жатыр. Мәтінді менімен бірге оқып шыққан болсаңдар, оқушылар, әңгімені жазған кім екенін білесіңдер ме? Иә, бұл мәтіннің авторы Бердібек Соқпақбаев. Оқушылар, мәтінде неше бөлім бар? Жарайсыңдар, мәтінде 2 бөлім бар. Мәтінде 2 бөлімде 2 түрлі нәрсе айтылған, оқиға айтылған. Сен әр бөлімге қандай ат қояр едің? Бірінші бөлімге не деп ат қояр едің? Ал екінші бөлімге ше? Жарайсың. Келесі 5-ші тапсырмаға қараймыз. Таң деген өлең тұря. Сол өлеңді оқи қойайық. Сендер де оқып шығыңдар, мен сендерге бір рет оқып берейін. Аспан нұрға боянады, көшелерде көріктенеді. Біздің қала оянады, оятады көліктерді. Бау-бақ бейне той алаңы, шашты сәуле ұшқындарын. Біздің қала оянады, оятады құстың бәрін. Кептер жемге тояды әлі, қоқым дәмді ептептерді. Біздің қала оянады, оятады мектептерді. Келді міне, күз бұлдана, жапырақтар желбіреді. Біздің қала оянады, оятып тұр енді мені. Оқушылар, бұл өлеңнің авторы Ертай Ашықбаев. Сендерге үйге тапсырма, осы таң өлеңді жаттау. Одан соң сен ұйықтап жатқанда деген мәтінді мәнерлеп оқу.